Саламатсыңбы балакай? 98-ші сабак. Есептер шығару және теңдеулер шешу. Өткен сабақты қорытындылаймыз. Бірінші есеп. Суретшінің ертегілерге салған суреттерінің саны карточкаларда көрсетілген. Олардың санын ата. Сұлбалар бойынша есептер құрастыр. Суретке назар салайық. 3, 5, 4, 2 деген сандар карточкалармен жазылып тұр. Суреттердің астында. Бірінші суретте қандай ертегі? Қаңбақ шал ертегісі. Екінші суретте қарлығаш туралы ертегі. Осы ертегілерде көрсетілген сандарды пайдаланып есеп құрастырамыз. Қарлығаш ертегісінде 5 саны тұр. Оның астында аюлар мен Маша ертегісінде 2 саны тұр. Бірінші қаңбақ шал ертегісіндегі суреттер санын табуымыз керек. Ол үшін 5-тен 2-ні азайтамыз. Сол кезде 3 шығады. Екіншіде солай 3 және 2. Яғни бірінші ертегі мен Маша ертегісін қосамыз. Сонда 5 шығады. 5 ол қарлығаш ертегісінің суреті. Екінші есеп. Теңдеулерді шеш. X азайту 80 тең 10. X-ті табу үшін 10-ға 80-ді қосамыз. X тең 10 қосу 80. Сонда 90 болады. X тең 90. Енді тексеріп көрейік. 90 азайту 80 тең 10. 10 тең 10. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі 10 қосу X тең 100. X-ті табу үшін 100-ден 10-ды азайтамыз. X тең 100 азайту 10. X тең 90. Енді тексерейік. 90 қосу 100 тең 100. 100 тең 100. Теңдеу дұрыс шешілді. Үшінші есеп. Әлия кітаптың 10 бетін, ал Сырым одан 3 бетін кем оқыды. Сұрақ қойып есепті шығар. Кері есеп құрастыр. Сырым кітаптың неше бетін оқыды? Соны табуымыз керек. Ол үшін Әлия кітаптың 10 бетін оқыды деп аламыз. Ал Сырым одан 3 бетін кем оқыды. Яғни 10-нан 3-ті азайтамыз. Сол кезде Сырым неше бетін оқығаны шығады. Сонда Сырым 7 бет оқыған екен. Енді Сырым 7 бетін оқыды. Әлия неше бетін оқығанын табу үшін Сырым 7 деп аламыз. Ал Әлия Сырымнан 3 бетке артық оқыды. 7-ге 3-ті қосамыз, тең 10 болады. Сонда Әлия кітаптың 10 бетін оқығанын біледі екенбіз. Төртінші есеп. Жылдам есепте дейді. 10 азайту 3, 7 болады. 7-ге 1-ді қосамыз, 8. 8-ден 6-ны азайтамыз, 2. 2-ге 2-ні қосамыз, 4. 4-ге 4-ті қоссақ 8 болады. Келесі 50 қосу 10, 60 болады. 60-тан 20-ны азайтсақ 40. 40-қа 40-ты қоссақ 80. 80-нен азайтамыз 30-ды, 50 қалады. 50-ден 50-ді алсақ 0 болады. Келесі 90-нан 30-ды азайтамыз 60. 60-ға 20-ны қосамыз 80. 80-нен 50-ді азайтамыз 30. 30-ға 30-ды қосамыз 60. 60-тан 40-ды азайтамыз 20 болады. Бесінші есеп. Теңдеулерді шеш. 9 азайту А тең 4. Бұл жерде А-ны табамыз. А тең 9 азайту 4. А 5-ге тең. Енді тексеріп көрейік. 9 азайту 5 тең 4. 4 тең 4. Теңдеу дұрыс шешілді. Y азайту 50 тең 10. Бұл жерде Y-ті табамыз. Y тең 10 қосу 50. Y 60-ға тең. Енді тексеріп көрейік. 60 азайту 50 тең 10. 10 тең 10. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі 50 қосу X тең 80. X-ті табу үшін 80-нен 50-ді азайтамыз. X тең 80 азайту 50. X тең 30 қалады. Енді тексерейік. 30 қосу 50 тең 80. 80 тең 80. Теңдеу дұрыс шешілді.
осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.